Қандай қатарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен тік жағалы ер баланың жилеткасын тігетін боламыз. Бізде де осындай лекала болады. Мына бізде артқы ой. Қазір мен 13 жасқа тігіп жатырмын. Артқы ой, алдыңғы бойдың астары. Бізде алдыңғы бойдың өңірі аптачка дейді, әркім әртүрлі айтады. Қазақша өңірі деп жазып қоямын. Мына бізде қалтасы. Мына қалтаның детальдары, оны қазір пішіп тігу барысында бұны қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетемін. Мынау артқы ойдың өңірі, және біздің тік жилеткамыз. Енді артқы ойдың астарын бөлек салмадым, себебі парақты көбейткім келген жоқ. Осы сызықты салып қойдым мен. Қазір пішу барысында егер арқасына кәдімгідей өңірін тігіп, оған қосымша астарын тігетін болсаңыздар, оны сабақ барысында көрсететін боламын. Егер мына жерге өңірді салмаймын, тура осыны артқы бойды осыдан пішіп ала берем десеңіздер де, ол өз қалауларыңызда. Егер астарды бөлек кәдімгідей аптачка салып тігем десеңіздер, оны қазір тігу барысында көрсетемін. Мен осындай мата алдым. Драп деп айтушым еді, ұмытып қалдым. Осы мата алдым. Енді бұл мендегі өзімдегі бар мата болған. Нақты қанша шығын екенін сосын жазып қоямын чатқа. Сосын міне астар мата. Одан кейін жағасымен қалтасына комбинация жасау үшін осындай қанық түсті. Мынау кішкене жұмсақтау, мынау кішкене қалыңдау, қаттылау түрі ма сондай. Ал мынау өте жұмсақ түрі. Енді бұны қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен сіздерге қалай болатынын көрсету үшін, және мына қосымша мата болғандықтан қалай шығады екен деген өзіме де қызық болып тұр. Сондықтан солай тігіп көрмекшімін. Енді бұл жилетіміздің қалтасы бар. Оны қалта салуды да, салмауды да өздеріңіз шешесіздер. Қалтасыз тіксеңіздер де, қалтамен тіксеңіздер де. Енді қазір маталарымызды жайып пішіп аламыз. Пайдаланылған мата болатын. Міне, соның мына бір шеті бізде қалыпты. Осы жерді бүктене етіп қойып, жилетіміздің артқы бойын пішіп аламыз. Тек артқы бойды ғана пішемін. Енді сіздер кәдімгідей толық матадан бірінші тура ортасынан бүктеп аласыздар да, содан кейін ары қарай сол бүкіл детальді сол жерден пішіп алатын боласыздар. Мына матаны құр қалдырмайын деп осылай жасап жатырмын. Енді осы жерден оны қиып аламыз. Артқы ойымызда енді бір шетін қойып бүктеп қойдымдағыны сол жерге міне алдыңғы бойды және алдыңғы бойдың өңірін қойып қойдым. Бізде негізгі маталардан пішілетініміз осы мына артқы бой, алдыңғы бойдан екеу және осы алдыңғы бойдың өңірінен екеу пішіп аламыз. Егер қалта тігетін болсаңыздар, мен қалтаны осылай ойып аласыздар да, осы қалтаның орнын алдыңғы бойдың екі жағына да түсіріп аласыздар. Енді келесі матамызды алып бір шетін бүктеп қоямыздағыны бірінші жағамызды пішіп аламыз. Жағадан екеу керек бізге. Бүктеп пішеміз жағамызды. Өйткені ортасында тігіске орын берілмегендігінен оларды бүктеп пішеміз. Міне одан кейін осы қалтаның деталі. Мына жерде мен 4 деталь деп қойғамда, 4 деталь дегеніміз, оны біз қалтамызды осылай бүктеп пішеміз. Тігіске 2 см бергем. Негізі бұл артық болу керек бізде тігілу үшін. Одан кейін артық жерлерін қиып тастаймыз. Осылай бүктеп, осылай тұрсында екі қалтаға 2 деталь жазып аламыз, қиып аламыз. Содан кейін бізге осының жартысында етіп 2 деталь қиып алсақ. Үшеу қиып алдым. Мынау менде қалтаның аузы. Енді қалтаның подборды болады, ішіне қарай тігілетін. Сол жеріне кішкене деталь, 2 деталь керек. Одан кейін тігуге кірісеміз. Енді ол үшін жаңа кішкене жерін бүктеп қойын. Сөйтіп 2 деталь керек. Мына біздің қалтамыздың деталін осылай бүктеп қойған күйде қоя салам. Өйткені оған қатты широкий керек емес. Просто мен сіздерге детальдарды көбейтпейін деп, сол бір детальдан шығарып алып жатырмыз. Міне. Енді біз неғыламыз, тігуге кірісеміз. Енді мына жағаның бір жағын дублериндап аламыз.
бір шетін ғана дублириндап, өйткені қатты қалың болып кетеді. Бір жағын дублириндаған өзі жетеді. Мынау қалтам, мынау менің матам жұмсақ мата болып тұрды. Сол үшін қалтасында екеуінде дублириндап аламын деп ойлап тұрмын. Қалтаның екеуінде жағаның біреуін дублириндап қоямыз. Содан кейін тігін барысында уже бірден тігіп кете беретін боламыз. Жаңағы астар матам жетпейді екен, сондықтан басқа астар алдым. Енді астардың қалған жерін кусогы ғой, енді сол жерін бүктеп қойдым. Біз артқы бойды бүктемей етіп пішеміз. Сол себепті бүктеп алдым. Енді мына артқы бойдың сызбасы бар ғой, сол сызбадан тура осы детальді пішіп аламыз. Қалай тұр, солай пішеміз. Артқы бойды пішіп алдық. Енді осы жерге біздің артқы бойдың аптачкасы бар, жағасының өңірі. Осыны сызып аламыз. Міне, мына өңір қай жерде тұр, тура сол жерді сызып алдық. Енді осы өңірден міне жоғары қарай 2 сантиметрді өлшейміз. Тігіске кететін орын. Осы 2 сантиметрдің бойынан қиямыз. Енді қалғаннан алдыңғы бойдың астарын пішіп аламыз. Міне біздің алдыңғы бойдың астары осыны 2 деталь керек болды. Жағаны бір жаға қылып, біреу ғана қиып аламыз дублириннан. Мен былай артық қиып алып отырмын да, сосын артық жағын қиып тастаймыз. Осындай жұқа дублирин болғаны дұрыс, себебі қатты қалың болып кетеді. Сол себепті жұқасын жабыстыра береді. Механдар астарды бөлікті 2 деталь пішіп алдық. Енді оны қойып қоямыз. Енді бізде мынау қалтамыз бар ғой, осыдан 2 деталь керек. 2 болғанда, мысалға, бір қалтаға 2, бір қалтаға 2. Сол үшін 4 деталь қиып аламыз. 2 деталь деп шығады. Мына матаны бір атаға 4 бүктеп қойдым дағыны. Сол жерден қиып аламын. Негізі мынау мен қалтаны мектеп жилет қой, енді бұл оған үлкен қалтаның қажеті жоқ. Тем более детский жилет болған соң қалтаны үлкен қылған жоқпын. Если хотите, мынау қалтаны үлкендеу болып, терең қылып, былай сызып тігуге де болады. Матаны 4 бүктеп алдымдағыны қалтаны сызып, енді осыны қиып аламын. Жалпы қалтаның қалай тігілуін көрсете қояйын дегенмін. Қалтасы қатты терең болсын десеңіздер, тереңдетіп салсаңыздар да болады. Ол үшін, үлкейту үшін, мына аузы тұрсын, мына жағын бүйтіп үлкейтіп алсаңыздар болады. Маған осы қалта жетеді. Енді құрастырып тігуге кірісеміз. Енді біз қалтасын құрастырып тігетін боламыз жилетімізді. Ол үшін ең бірінші қалтасын тігіп аламыз. Мен бір жақтың қалтасын тігіп алдым. Енді қазір мынау пока осылай тұр. Кішкене төмен сияқты ма деп қоямын. Бірақ талиядан кішкене ғана 1-2 сантиметр ғана түсіріп тіктім. Кигізіп көреміз. Балаларға кигізіп биіктігі қандай, соны байқап көреміз. Болмаса жоғарылатам, болмаса жақсы десе осы жерде қалдырамын. Бір жағын осылай тіктім. Сіздерге көрсету үшін. Өзі детский болғаннан кейін қатты терең болудың қажеті жоқ, осылай болады. Міне осы қалтаның орнын сызып аласыздар. Міне лекалада қалай тұр, тура солай сызасыздар және осылай шетінен шығарып, 4 жаққа қарай шығарып, ұзын қылып сызып аламыз. Негізі мен осы жерде шатасып кеткен екенмін. Мынау біздің қалтамыздың ішкі жағы бар ғой, соны мынау негізгі матамыздан піше береміз. Себебі мынау не болып қалады екен, өзінен жап пішкен дұрыс сияқты, солай әдемі көрінетін сияқты. Мен жаңа қалтамның мынау 2 деталімізді аламыз. Мынаны тура ортасынан, дублиринді алған деталіміз тура ортасынан бүктеп, өтіктеп аламыз.
мынау бізде жан тігісі, яғни қалтамыз осылай тұрады. Енді қалтамыздың ені 2 сантиметр. Сол 2 сантиметрді мына жерден белгілеп сызып аламын. Сызып алдым. Енді оны осы жерге қоямын дағыны. Мынау қай жерден, мынау қалтамыздың ұзындығы қандай, соны осыны бойына түсіреміз. Негізі мына жағына мен тігіске көп беріп жіберіп, соны кішкене азайта салайын. Пекалаға кішкене 1 сантиметрден сәл асып беремін. 1 сантиметрде жетеді бұл жаққа. Пекалаға 1 сантиметр қойып қоямын, сіздерге артық болмайды. Енді қолдарыңызға ине алып аласыздар, болмаса көктеп тігіп аласыздар. Негізі бұндай қалта тікпеген болсаңыздар, бірінші жай матаға тігіп көріңіздер, матаны құртып алмаңыздар. Мынау менде жан тігісі. Дайын күйінде осылай жабылады. Мынау неге олай жасап жатыр деп түсінбей жүрмеңіздер. Мынау біздің сызылған көрініп тұр, сызылған жаңағы қиылысқан нүктеміз бар. Осы қиылысқан нүктеден инені кіргіземін дағыны. Мына жердегі қиылысқан нүктеге түйреймін ол инені. Енді астынан сызықтың бойынан шығарам инемді. Енді осы инені қалтаның мынау сызылған сызығынан. Сондағы астындағы сызық пен мынау қалтаның сызығы екеуі бірдей түсу керек, бір-біріне үстіне түсу керек та. Болмаса қазір оң қаратқан кезде сәйкес келмей қалады деталіміздің ұзындығы бір-біріне. Енді тура осылай инемен түйреп шығамын. Мен енді бұндай қалтаны тігіп жүрмін қаншамасын. Сол себепті жай ғана инемен түйреп жатырмын. Алдын тігіп жүрмесеңіздер, жіппен көктеп тігіп алыңыздар. Содан кейін барып үстінен машинкамен тігіп шығасыздар. Міне осылай қойып қоямыз. Енді мына жақты да шетінен 1 сантиметр белгілеп сызып аламын, түзу сызық сызып аламын. Енді бұл сызығымды мына жаққа туралаймыз. Жаңағыдай болғанда осыны қалтаның ең ұзындығын сызып алыңыздар. Мына қиылысқан нүктені енді келесі жағындағы қиылысқан нүктеге туралаймыз. Мұны осылай өстіп инемен түйреп аласыздар. Көрініп тұрсын деп камераны осылай қойып қойдым. Енді мұны инеміз кірген жерге жаңағы түйреп қойдық қой, сол жерге бұрышына машинканың инесін кіргіземіз. Тігісті бастаймыз, сәл жүріп артқа қарай закрепка жасаймыз. Закрепка жасаған тігісіміз ары қарай асып кетпеу керек. Осы тігістің бойымен түзу тігіп шыға жүреміз. Енді бағанағы жерде менің қиылысқан нүктем осы жерде тұр. Сол жерді инемен түйреп қойдым. Яғни тігісімді осы түйреп алған инемен аяқтаймын. Артқа қарай закрепка беремін. Тігісімді аяқтаймын. Енді мұны келесі жақты да инеміз кірген жерге машинканың инесін кіргіземіз. Тігісті бастадым, закрепка берем. Закрепка жаңағы мен бастаған тігістен асып кетпеу керек. Түзу тігіс жүргізіп аламын. Енді мына жерде жаңағы соң жағында қиылысқан жер бар ғой, сол жерді түйреп алып жатырмын, екеуін бірдей қылып. Мына жақтың тігісі біткен жер мен мына жақтың тігісі біткен жер екеуі бірдей болу керек. Тігісті аяқтаймыз. Инелерімізді алып тастаймыз. Енді тура осы жердің ортасынан қиямын. Бір тіліп алдым. Енді ашамын екеуінің ортасын. Ашып, қиып келе жатырмын. 2 сантиметрдей бағанағы сызыққа жеткізбеймін. Енді қиғаш. Менің тігісім басталған жер бар ғой.
тура сол жерге жеткізіп тігемін. Мына жағында солай жасаймыз. Тура тігіске басталған жерге жеткізіп тіліп аламыз. Келесі жақта да енді келесі жаққа қарай 2 сантиметрде жеткізбеймін. Енді қиғаштап екі шекке қарай қиямыз. Енді мына детальдарымызды ішке қарай кіргіземіз. Камераны ыстатып қойдым, жақсылап толықтай көрініп тұру үшін. Егер тура мен көрсеткендей қылып істесеңіздер, бұрыштары барлығы әдемі шығады. Енді осының үстінен жаңағы қақайып тұру үшін үтікпен басып аламын. Үстінен үтіктеп қойдым. Енді теріс бетінен аламыз. Мына жаңағы біздің қалтамыз бар ғой. Мына бізде жоғарғы жағы үшкір болып тұрған жағы, бұл бізге жоғары жаққа тігіледі. Енді осы қалтамызды алып, тігісіміз басталған жер бар ғой, сол жерден жобалап тігіп аламыз. Мына шетіндегі артық жерлерін қиып тастасаңыздар болады. Қимай тұра тұрыңыздар. Бірінші мынау шетін сәл бекітіп алайық. Міне, көрсетейін. Тура қалай тұрды, тура сол тұрысында мына тілшеміз бар ғой, сол тілшені бекітіп қоямыз. Келесі жағын бекітеміз. Енді қалтамызды тігуге кірісеміз. Міне мынау жаңағы қалтаның подборды дедім ғой, сол жерге қалтаның бір жағын тігіп аламыз. Тігіс басталған жерден кәдімгі түсу тігісін қосамыз. Енді келесі жағын аламыз дағыны. Мынау теріс жағы. Осылай беттестерімізге шатасып қалмаңыздар, е. Осылай қалтаны тігіп алдық. Енді осы жерден шатаспаңыздар. Мынау жан тігісіміз, қалтамыз былай қарап тұрады. Сол себепті қалтаны асты жағын ашып, енді қалтаны толықтай айналдырып тігіп шығамыз. Менде екеуі екі түрлі болып қалыпты. Біреу төмендеу, біреуі жоғарырақ. Осылай айналдырып тігіп шығамыз. Енді артық жерін енді кесе берсеңіздер болады. Қалтамыз дайын болды. Енді негізгі детальдарын қосып тігетін боламыз. Ол үшін артқы ойды алдық. Иықтарын, жан тігістерін қосып тігеміз. Артқы ойдың иығына, алдыңғы ойдың иығын беттестіреміз. Иығын, жан тігісін 1 сантиметрлік түзу тігіспен қосып аламыз. Әр тігістің соңында және басында және соңында сәтіретті беріп атамыз. Иығы, жан тігісі.
келесі жақта да тура солай иығын және жан тігісін қосып алыңыздар. Жанын қосып алдық. Енді мына тігістерімізді ашып, екі жаққа қаратып үтіктеп аламыз. Үтіктеп қойдық тігістерін. Енді біз жағасын тігіп алайық, сосын астар бөлікке көшеміз. Бірінші негізгі бөлігімізді тігіп құрастырып, астарға содан көшейік. Мына екі жағамызды аламыз. Мына бізде төменгі жағы, иә. Мына жоғарғы жағы. Төменгі жағына тиіспейміз. Екі шетінен бастап. Дублеринді алған жағы астыңғы жағында тұр. Себебі қазір бір жағы дублеринді алған, бір жағы дублеринді алмаған. Сол себепті қазір ол созылып кетеді. Сосын мынау дублерин жабыспаған жағын жоғарыға қойып тұрмын. Осылай айналдырып тігіп шығамыз. Жағын айналдырып тігіп алдық. Енді мынау дублерин жабыстырған жағын біз сыртқы бөлікке қалдырайық, иә. Сондықтан мынау ішкі жағына қарай біз 0,1 мм тігіс жүргізіп шығайық. Ой, жұпында ұстау керек болды.